Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Берікбаева Аяулым Есімқызы, география пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз әлемнің саяси картасының қалыптасу кезеңдері. Мақсаты: оқушылардың пәнге деген құштарлығын арттыру, дүниежүзінің саяси картасы туралы түсінік беру. Жоспар: дүниежүзінің саяси картасына сипаттама, саяси картаның қалыптасу кезеңдері, дүниежүзінің саяси картасының қалыптасуына негіз болған оқиғалар. Дүниежүзінің саяси картасы дегеніміз не? Дүниежүзінің саяси картасы жер шарының мемлекет шекаралары, астаналары, ірі қалалары мен жол қатынастары көрсетілген географиялық картасы болып табылады. Дүниежүзінің саяси картасында елдің әлемдегі орны, саяси әкімшілік құрылымы бейнеленеді. Сонымен қатар, саяси картада басты саяси географиялық өзгерістер, жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы, елдердің саяси мәртебесінің ауысуы, шекаралары мен аумағының ел атауы мен астанасының өзгеру және тағы да басқалары көрініс табады. Саяси картаның қалыптасу кезеңдері 4 кезеңге бөлінеді. Ежелгі кезең біздің заманымыздан 5 ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Қоғамдағы өзгерістер алғашқы қауымдық құрылыстың соңы мен құл иеленуші дәуір болып саналады. Нәтижесі алғашқы мемлекеттер құрылды немесе ыдырады. Египет, ежелгі Қытай, Парсы патшалығы, Финикия, Ассирия, ежелгі Грекия, Рим империясы. Орта ғасырлық кезең ол 5 ғасыр мен 15 ғасыр аралығын қамтиды. Қоғамдағы өзгерістер феодализм дәуірі, ескі тәртіп, яғни нәтижесі Византия, Араб халифаты, Киев Русия, Шыңғыс хан, Осман империясы, Англия мен Франция тағы да мемлекеттер құрылды. Жаңа кезең 15 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басы. Қоғамдағы өзгерістер капитализм дәуірі. Нәтижесі ұлы географиялық ашылулар, отаршылдық, құлдар саудасы болды. Ірі державалар арасында әскери саяси топтар құрылды. Жерді бөлісу, аймақтық қақтығыстар нәтижесінде бірінші дүниежүзілік соғысы басталды. Қазіргі кезде 20 ғасырдың басы мен бүгінгі кезге дейінгі аралықты қамтиды. Қоғамдағы болған өзгерістер кей елдерде социализм дәуірі құрылып, қайтадан ыдырап, нарықтық қатынастар орнауда. Нәтижесі 20 ғасырдың басында тәуелсіз елдердің саны 55 болса, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 81-ге жетті. Ал 1950 жылы 92, 1990 жылы 171 мемлекет құрылды. Қазіргі кезде оның саны 200-ден астам, ал 194-ті Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдер. Бұл 2006 жылғы санақ бойынша. Дүниежүзінің саяси картасындағы өзгерістер негізгі сандық және сапалық деп екіге бөліп қарастырамыз. Сандық дегеніміз, яғни жаңадан ашылған жерлерді қосып алу, соғыстардың нәтижесінде қосып алынған не айырылған аумақтар жатады, мемлекеттердің бірігулері немесе ыдырауын жатқызамыз. Елдердің құрлық бөліктерін өз ықтиярымен беруі немесе айырбастауы. Теңізден алынған құрлықтар. Ал сапалық, яғни сапасын білдіреді. Қоғамдық экономикалық формациялардың тарихи ауысуы, елдің саяси егемендігін алуы, мемлекеттік құрылыстың жаңа нысандарын енгізу, мемлекетаралық саяси одақтар мен ұйымдардың құрылуы. Планетада ыстық нүктелердің мемлекетаралық жанжалды жағдайлардың пайда болуы мен жоғалуы жатқызады. Дүниежүзінің саяси картасының қалыптасуының негізгі кезеңіне тарихта Африка жылы деген атқа ие болған 1960 жылы Африканың 16 елі тәуелсіздігін алды. Бұл мемлекеттерге Того, Мали, Сенегал, Судан, Бенин,
Нигер, Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар, Чад, Орталық Африка Республикасы, Конго, Мавритания, Габон, Сомали, Нигерия және Заирды жатқызамыз. Жаңа кезең – бұл Европалық отарлау кезеңінің басталуы. Ол 15 ғасыр мен 16 ғасырды аралығын қамтиды. Мына картадан өздеріңіз көріп отырғандай, Франция көк түспен, Англия розовый түспен, Бельгия ақшыл сары түспен, Испания ақшыл қоңыр түспен, Италия тоқ жасыл, Германия қоңыр, Португалия ақшыл жасыл түспен көрсетілген. Қазіргі кезең дүниежүзінің қазіргі саяси картасында 230-дан астам мемлекет бар. Дүниежүзінің саяси картасының қалыптасуына негізі болған оқиғалар ол 1809 жылы Эквадордың тәуелсіздігін алуы, 1914 жылы Бірінші дүниежүзілік соғыстың болуы, 1948 жылы Кореяның екіге бөлінуі, 1949 жылы Қытай мемлекетінің құрылымының өзгертуі, 1991 жылы КСР-ның ыдырауы осы дүниежүзінің саяси картасының қалыптасуына ең қатты әсерін тигізген оқиғалар болып табылады. Тәуелді аймақтар отарлар және протектораттар деп бөлінеді. Шалғай департаменттер және ассоциациялық мемлекеттер деп бөлінеді. Отарлар дегеніміз кімдер? Отарлар толығымен басқа мемлекеттің билігінде және саяси экономикалық дербестігі жоқ мемлекеттер жатқызамыз. Ал протектораттарға күшті мемлекеттердің әлсіз елге ресми қамқорлық жасауын айтамыз. Саяси картаның өзгеруіне әсер ететін факторлар. Ең бірінші фактор ол әртүрлі деңгейдегі соғыстар. Әр мемлекеттің картасына қатты әсер етеді. Екінші фактор ол елдің тәуелсіздігінен айырылуы, шекарасы мен аумағының өзгеруі. Үшінші фактор жаңа тәуелсіз мемлекеттердің қалыптасуы. Төртінші фактор ел аты мен астана атауының өзгеруі. Бесінші фактор мемлекеттердің ыдырауы мен бірігуі. Алтыншы фактор елдің мемлекеттік құрылымы мен басқару жүйесінің өзгеруі. Жетінші фактор елдер арасында халықаралық келісімдер. Сегізінші фактор ел астанасының басқа қалаға көшірілуі жатқызылады. Тақырып түсінікті болса, сіздерге үйге тапсырма. Осы тақырыпты толығымен оқып, қысқаша конспект жазып, және де саяси картаның өзгеруіне әсер ететін факторлар. Олардың оң және теріс жақтарын анықтап, екі графаға бөліп, дәптерге жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.